Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі сабағымызды біз Курипод платформасы арқылы жүргіземіз. Сіздерге ол үшін ұялы телефонды қажет болады. Қазір экранға QR-код шығарамын. Осы QR-кодты телефондарыңыздан сканерлеген кезде сіздердің алдарыңызда, экрандарыңызда бүгінгі сабақтың барлық программасы шығып тұрады. Сіздер қазір аты-жөндеріңізді жазыңыздар. Экранда фокус тетігіне бассаңыздар, аты-жөндеріңізді жазатын жер шығады. Осылайша сіздер аты-жөндеріңізді жазып, программаға тіркелесіздер. Әрі қарай, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пульпитті емдеудің консервативті әдістері. Бұл сабақтың мақсаты білім алушыларға ұлпа қабынуын емдеудің консервативті әдістерін түсіндіру, консервативті емдеуде қолданылатын дәрілік препараттарды ажырата білуді, ем жоспарын құруды меңгерту. Сабағымыздың басында біз теорияда алған білімімізді өзектендіру үшін мына сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Сіздерге 10 минут уақыт беріледі. Тірек білімдерін өзектендіру этапы бойынша сұрақтарға ұялы телефондарыңыздан жауап бересіздер. Платформа анонимді жүргізіледі, яғни кімнің сұраққа не деп жауап беріп жатқаны көрінбейді. Тек өздеріңіз біліп отырасыздар. Жауап беріп болғаннан кейін, уақыт аяқталған кезде сіздердің қайтадан фокус тетігіне өтіп, бір-бірлеріңіздің жауаптарыңызға дауыс берулеріңіз, яғни ең жақсы сөйлем ойыны бойынша бір-бірлеріңізге бағалайсыздар. Балалар ұялы телефонында сұраққа жауап беріп болғаннан кейін, бір-бірлерінің жауаптарына баға беруде. Уақыт жақындады. Егер 7 сұраққа да жауап беріп болсаңыздар, экранға назар аударыңыздар. Келесі кезекте сабақтың мәтінін, істелетін іс-машықтардың алгоритмін экранда демонстрациялаймыз, яғни түсіндіріп көрсетеміз. Ұлпа қабынуын емдеудің консервативті әдістері. Бұл ұлпаның өмір тіршілігін сақтап қалу әдісі, сақтап қалып емдеу әдісі. Консервативті емдеу әдістері екіге бөлінеді. Витальды ампутация әдісі және биологиялық әдіс. Биологиялық әдісте барлық ұлпа тіршілігін сақтап қалады. Ол үшін ұлпаға тиіспейміз, тек тішегі қуысын өңдеп, емдеп, ұлпа мүйшесіне емдік төсемдер төсеу арқылы ем жүргізіледі. Бұл биологиялық әдіспен емдеу жедел ошақты пульпит кезінде, немесе тішегіні емдеу кезеңінде кездейсоқ ашып алған ұлпа мүйшесі кезінде, немесе созылмалы фиброзды пульпит кезінде, жас адамдарда, жанама созылмалы аурулары болмаған жағдайда, түбір іші аймағында ешқандай өзгеріс болмаған жағдайда қолдануға болады. Биологиялық емдеу әдісіне кальций гидроксиді негізінде жасалған бір қатар емдік төсемдер қолданылады. Ал витальды ампутация әдісі дегеніміз консервативті емдеу әдісі мен хирургиялық емдеу әдісінің қосылған түрі, яғни ұлпаның сауыт бөлігіндегі ұлпаның алынып тасталуы, ал түбір өзегіндегі ұлпаның өміршеңдігінің сақталуы. Бұл да жедел ошақты пульпит кезінде 1-2 тәулік болған жағдайда, тәулікте созылмалы фиброзды пульпит кезінде қолданылады. Көп жағдайда витальды ампутация әдісі түбір өзегі толық қалыптаспаған сүт тістерде және тұрақты тістерде қолданылады.
Бұл әдістің методикасын көрсету үшін мен сіздерге стандарт дайындадым. Осы стандарт бойынша бүгінгі практикалық сабағымыздың іс машықтарын меңгереміз. Ол үшін мен сіздерге гипс бағанда орнатылған бірнеше тістер дайындадым. Яғни осы тістерді егеп тазалап ашу арқылы витальды ампутация әдісін көрсетемін және биологиялық методиканы көрсетемін. Биологиялық әдісте ауыз қуысын өңдеп алғаннан кейін, алдын ала өңдеп алғаннан кейін, жансыздандыру жасап алғаннан кейін, тіс шегі қуысын егеп тазалауды бастаймыз. Ол үшін шартарызды бор аламыз. Тіс шегі қуысындағы түрі өзгерген, жұмсарған дентинді алып тастаймыз. Егеп тазалау арқылы. Егер биологиялық әдіс қолданатын болсақ, тіс қуысы ашылмайды. Яғни ұлпа мүшесіне жақын жерге емдік төсем қою арқылы биологиялық әдіс жүргіземіз. Емдік төсемдердің ауру сезімін басатын, антибактериалды және қабынуға қарсы әсері болу керек. Осы емдік төсемдерді қалдырғаннан кейін уақытша сулы дентимен жауып 5-10 күнге науқасты жібереміз бақылауға. Егерде осы аралықта тісі ауырмаса, науқаста ешқандай шағым болмаса, келесі қабылдауға келген кезде салған уақытша таңбамызды алып, тіс шегі қуысын өңдеп, әлсіз антисептиктермен өңдеп, кептіріп, қайтадан ұлпа мүшесінің маңайына нүктелі түрде емдік төсемді салып, аралық төсемді салып, одан кейін тұрақты пломбамен жауып жібереміз. Енді балалар, сіздер менің көрсеткенімдей әдісті өздеріңіз қазір орындап көресіздер. Витальды ампутация әдісін айтатын болсақ, бұл жағдайда тіс қуысы ашылады. Тіс шегі қуысын егеп, одан әрі тіс қуысын ашып, ұлпа сағасына дейінгі сауыт ұлпасын толық аламыз. Қанап тұрған өзек сағасындағы қанағыш ұлпаны қан тоқтататын дәрі-дәрмектермен өңдеу арқылы өңдеп, кептіріп, ұлпа сағасына емдік төсемімізді қойып, бұл кезде де екінші қабылдауға жіберуімізге болады, уақытша сулы дентинмен жауып. Келесі келгенде ешқандай шағымы болмаса, ауру сезімі болмаса, уақытша таңбаны алып, ұлпа сағасындағы емдік төсемді ауыстырып, аралық төсем арқылы тұрақты пломбамен жабамыз. Ұлпа сағасына қойылатын емдік төсемдердің адонтотропты қасиеті болу керек, және екіншілік дентин түзетуге қабілеті болу керек. Кальций гидроксиді негізінде жасалған бірнеше емдік төсемдер қазіргі таңда қолданылып жүр. Бұл емдік төсемдерге Life, кальций мол, кальцилайт жатқызуға болады. Енді балалар, сіздерге 40 минут уақыт беріледі. Барлығыңызда кезектеріңізбенен осы тістерді, қолдарыңыздағы тістерді витальды ампутация әдісіне жартысыңыз биологиялық ұлпа тіршілігін толық сақтау әдісіне байланысты егеп тазалап, өңдеп, маған тістеріңізді көрсетесіздер. Сіздердің жасаған іс-әрекеттеріңізді стандартта көрсетілген алгоритм бойынша бағалайтын боламыз. Әр қадамдарыңыз, әрбір жасаған этаптарыңызға 1-2 балдан беріліп отырады. Осылайша барлық жасап алгоритмді орындаған кезде сіздерде 25 балл болу керек. 25 балл болу керек. Ұлпаның өміршеңдігін сақтау үшін кей жағдайларда дәрі-дәрмектің жылы болуы,
антисептикалық өңдеулердің концентрациясының төмен болуы маңызды рөл атқарады. Кейбір жағдайларда орын басушы дендин мен дендин көпіршесін түзуге мүмкіндік жасайтын кальцийдің сулы тотығы негізінде жасалған дәрі-дәрмектерге қатты ауруы мүмкін тіс. Ондай жағдайда біз науқасқа ауру сезімін басатын дәрі-дәрмектер қосымша ішуге кеңес беруіміз керек. Емдік төсемдердің мынадай қасиеттері болу керек. Ұлпаның реактивті қызметін қуаттандыратын, антибактериалды, қабынуға қарсы, ауру сезімін басатын, тіс ұлпасын тітіркендірмейтін және жақсы жабысатын, салуға, алуға қолайлы созылмалы, қатқаннан кейін қысымға, үстінен салынған тұрақты пломбаның қысымына шыдайтын және композиттік, бетіне салынатын композиттік материалдарға үйлесімділігі болатындай осындай талаптарға сай емдік төсемдерді қолданамыз. Енді мен сіздерге стандартта берілген алгоритм бойынша жасаған жұмыстарыңызға бағалау жүргіземін. Алгоритм бойынша сіздерде ауыз қуысын, тіс шегі қуысын стерилді бормен ашқаныңыз, кеңейткеніңіз және тіс шегі қуысын қалыптастырып пішін бергеніңіз барлығы ескеріледі. Және салған емдік төсемдеріңізді дұрыс салған салмағандарыңыз ескеріледі. Сонымен қатар, егерде витальды ампутация әдісін жасаған болсаңыздар, өзек сағасына дейінгі ұлпаның толық алынғаны ескеріледі. Өзек сағасына дейін ұлпаны алып тастағаннан кейін түбір ұлпасының өміршеңдігін сақтау үшін өте әлсіз антисептиктер қолданылады өңдеу үшін. Қанын тоқтатып болғаннан кейін әлсіз антисептиктермен өңдеп және оны құрылғының ауасымен кептірмей, мақтамен кептірген дұрыс. Балалар, енді біз сіздерге келесі кезекте мен сіздерге 3 топқа бөліп ситуациялық есеп беремін. Бірінші топ азу тістер тобы, екінші топ күрек тістер тобы, үшінші топ премолярлар тобы. Осы ситуациялық есептегі дескрипторларды орындауларыңызды сұраймын. Қолдарыңыздағы плакатқа жазып, маркерлермен барлық сұрақтарға жауап бересіздер. Біріге отырып, бұл топтық жұмыс. Бірігіп жауап береміз. Барлық дескрипторларды орындаған топқа 30 балл, жартылай орындаған топқа 20 балл, ал мүлдем орындай алмаған топқа 10 балл беріледі. Бағалау парақтарыңызға осылай белгілеп қойсаңыздар болады, бағалап болғаннан кейін. Есептеріңізді қорғаңыздар, дескрипторлар бойынша. Бұл жерде бізде азу тістер тобы жақсы жауап берді. Келесі кезекте сіздерге бүгінгі сабақта алған білімдеріңізді қорытындылау мақсатында тест сұрақтарын дайындадым. Ұялы телефондарыңызды ашып, фокусқа өтіп, тест сұрақтарына жауап берулеріңізді сұраймын. Тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Фокус арқылы. 10 тест сұрақтары жасалынған, 10 тест сұраққа 10 минут уақыт беріледі. Келесі кезекте Mentimeter платформасы бойынша сіздердің бүгінгі сабақтан алған пікірлеріңізді бағалаймыз. Яғни, өздеріңіз сол пікірлеріңізді қалдырасыздар. Ұялы телефонды ашып, Mentimeter платформасына өтіп, берілген сұрақтарды QR-кодтан сканерлеп алып, берілген сұрақтарға жауап бересіздер. Сізге бүгінгі сабақ қызықты болды ма? Қиын болған жағдайлар
келесі сабақтардағы болса екен деген пікірлеріңіз барлығы ескеріледі. Балалар, осымен бүгінгі сабағымызды аяқтар алдында біз бағалау парағына барлықтарыңыздың бағаларыңызды түсіресіздер. Әрқайсыңыз өзіңіз балдар бойынша сол балдарды қосындысы бүгінгі алатын бағаларыңыз болады. Бүгінгі сабақта барлықтарыңызда актив болып отырдыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Келесі сабақтың тапсырмасы пульпитті емдеудің хирургиялық әдістері. Барлығыңыз дәрістен, кітаптан оқып дайындалып келесіздер. Келесі сабақта біз хирургиялық емдеу әдістерін өтеміз.